Таңның атысымен қала көшелері мерекелік күйге бөленді. Облыс орталығында айтылған әндермен орындалған билердің барлығы сүйікті қаламыз Петропавлдың туған күніне арналып отыр. Биыл облыс орталығы өзінің 264-ші туған күнін тойлауда. Бұл айтулы күнмен қала тұрғындарының алғашқылардың бірі болып Марат Тасмағамбетов құттықтады. Облыс орталығында заманға сай нысандар ашылып жатыр. Қаламыздың күн сайын даму барлығымызды қуантады. Сіздердің оған қосқан үлестеріңіз мол. Ендеше шайқалған қаламыз есте қалатын көркем қалаға айналсын. Петропавлдың туған күніне орай шаһар басшысы Марат Тасмағамбетов бірқатар азаматтарды облыс әкімі Ерік Сұлтановтың атынан алғыс хаттармен марапаттады. Бұл күні қаланың құрметті азаматтары да сөз алды. Город Петропавловск – один из старейших городов. Петропавлдың тарихы тереңде жатыр. Оның аяққа тұруына бірнеше тарихи тұлға үлесін қосқан болатын. Бүгінгі мереке құтты болсын. Сонымен қатар қала күніне орай бірнеше аталым бойынша азаматтар марапатталды. Спорттық рекорд аталымы бойынша БЭС гимназиясының оқушысы Екатерина Пюрко марапатталды. Ол үстел теннисінен республиканың күміс жүлдегері. Я, конечно же, рада, что я получила. Мен осы аталым бойынша жеңіске жеткеніме өте қуаныштымын. Маған республикада өнер көрсету қиын болды. Әр өңірден келген спортшылар өте мықты болды. Барлық қала тұрғындарын мерекемен құттықтаймын. Бүгінде Петропавл ең көрікті қалалардың бірі. Күн санап көркейіп келе жатқан қаланың гүлденуінде әр петропавлдықтың үлесі бар. Әр қала тұрғыны үшін айтулы күнде петропавлдықтар жылы лебіздерін білдірді. Пусть он процветает, пусть над нашим городом и страной будет мир, голубое солнце, и чтобы радовались наши внуки и дети. Всех с праздником, всем счастья, любви. Поздравляем всех горожан с праздником города. Желаем всем здоровья, благополучия, удачи, везения. Город наш стал очень красивым, хорошим. Поздравляю всех с Днем города! Тұрғындардың мерекелі көңіл күйін қала ұжымдары әрі қарай қыздыра түсті.